Mangostau boyun terew mau tawang bayagaw aylanıp ketalmadım gözüm kıyıp Mangostau seni tastabau ketkenden soğuma. Батыстың жыр мектебі өз алдына бір әлем болса, Адайдың ән өнері өз алдына бір мектеп. Маңғыстаудың жеті қайқысынан қалған әндер бүгінгі күннің мәдени ғана емес, асыл мұрасы. Оны шырқау екінің бірінің қолынан келмейді. Ал Адай әнінің бүгінге аман жеткені Күріш Тасболатов есімімен тікелей байланысты. Күріш ағадай жеті қайқының әнін бүгінге сол сазымен, бояуымен жеткізген пенде жоқ. Gözüm atılmaz ağam nurahmaz alkadav can söylemiyorsan bizden burun adaydan şop çıkkanav tulpar yedik Ежелгәу елден қалған ескау жырына ескау жырына Күріш Тасболатов 1941 жылы 17 қарашада Маңғыстаудың Таушық өңірінде дүниеге келген. Балалық шағы сұрапыл соғыс өртіне шарпылған болашақ әнші мектеп бітірген соң Ақтөбенің сауда техникумын тәмамдайды. Ал 1968 жылы Ленинградтың жоғары сауда мектебін және Алматы қаласындағы халық шаруашылығы институтының экономикалық факультетін бітірген. Тасболатов өнерімен мектепте оқып жүрген кезінен айналысып, облыстық, республикалық фестивальдар мен байқаулардың жеңімпазы атанды. Адайдың жеті қайқысы әндерін нақышына келтіре орындап, ел арасында насихаттады. Қасиетті өнер атақаны ана сүтімен дарған. Атасы Тасболаттан Мұрат, Ақтөре, Ретбай, Шора, Шауқыбай, Қуатбай, Құбаш деген жеті бала өрген. Жетеуде әнші, жыршы, домбырашы болған. Жеті ағайынның бірі әкесі Құбаш пен анасы Олмашта Маңғыстау әндерінің майын тамызып айтатын. Өлең дейтін өзі біздің семьяда туып өткен өнер. Әкеміз Құбаш белгілі әнші болмағанмен ел арасында, жолдас жоралардың арасында жақсы өлең айтқан кісі. Шешеміз Олмаш дейтін кісі өлең айтып, былай сахнаға шықпағанмен ауыл арасында үйде істеп отырып, жұмыс жасап жүріп, аңылдап баяу дауыспен айтқан әндердің бар, ескі әндердің бар. Осы жеті қайқылардың әндері, Адайдың ақсақалдардың әндері ертеңге атқан. Бала күнімізден былай қарағанда ананың сүтімен бізге сіңіскен өнер. Соны енді өзімізді бала күнімізден сол өнерді көргеннен кейін жаңа әкеміз келген қонақтардан да тұрғызып қойып кішкентай өлімізді өліп айтқызады. 1961 жылы Жетібайда мұнай атқылап өндірістің ашылуы ірі тарихи оқиға болды. Маңғыстаудың әр жерінен оқу бітірген жастар Жетібайға тартылып жұмыс істей бастады. Өндіріс ашылғаннан кейін Жетібай жері шаруашылықтың ғана емес, шығармашылықтың қайнаған ортасына айналды. 1963 жылы Күріш ағайда отбасымен Бейнеуден көшіп келеді. Ол кезде Жетібайға жыр алыптары жиналған еді. Біздер кешегі жүйріктердің соңдарын көре қалдық. Сәттіғұлдарды, Шамығұлды, Жан жігітті, Мұрат Екеңдерді, Мұрат Өскінбаевтарды. Бірге қолына су құйып, етін турап беріп, талай таңғы дейін өткізген таңғы 2-3-ге дейін олар арақ ішпейтін адамдар тірі етін жеп болып тыңдап, біріне бірі
ақсақалдар білетіндерін айтып, пәленшені айтып, үстігенде айтып бер деп, көшен дейтін ақсақалдар болды. Кырағаң ән жыр айтатын ескілердің көзін көрді, даналық сөзін естіді. Олардың рухани тереңдігін бойына сіңірді. Сол кісілердің бәрін өлеңді орындау шеберліктері, мәндері, мысалы үшін Мұрат Екеңдердің күй тартып жыр айтып отырып, мына басын оң қолтығының астына тағып отыратындарын Алшын Меңдалиев дейтін кәрі құлақ көпті көрген бір ақсақал болды. Сол кісі айтады, мына әкесінен аумай қалған жерін қарашы, Мұрат Екеңнің өскен байден деп. Жаңа басын иығының ортасына қарай тақап, сөйтіп бейімдеп айтып отыратын әдеттері. Жан жігіт дейтін ақсақал болды. Ол кісі жаңағы жыр айтып отқанақта біреуге торау киіз үйдің басынан бастап көрініп отырса, сол көзін тақап алып жылжи береді де құйрығымен жылжып бара сол жерге дейін барады. Яғни сондай өнерде өздері байқамайтын әртүрлі қасиетті адамдар болды. Шамығұлдар дейтіндер де керемет жыр айтатын адамдар еді. Таңға атырып жыр айтып, сол талай думанда кештерді өткізді ақсақалдармен. Соларың біздер тыңдаушыларымыз, орындаушыларымыз ғой енді. Күріш Құбашұлы арнайы кәсіби музыкалық білім алмады, бірақ Сәттіғұл, Шамығұл, Мұрат сынды дүлдүлдерден тәлім алды. Бір сөзбен айтқанда, Күріш Тасболатов қала консерваториясы емес, нағыз дала консерваториясының түлегі. Талай сахнаға шығып, республикада жүлде алып, атымыз әйгіленіп жатқанның бәрі сол ақсақалдардың берген батасының арқасы дейді. Бүгінде өзі де ақсақалға айналған айтулы тұлға. Қашадың кең тойдан арлан бұрау, еркемдің көралмадым шыңай, ой еркемеу айдан беріңай. Күріш Құбашұлын аңыз адам деп айтады. Күллі кеңес одағын шарлап, күміс көмейімен көпшілікті таңғалдырған деседі. Кырағаңа Мәскеуде назар салған екен. Менің жұмысым саудамен байланысты жұмыс болды. Өмір бойы көп жүрді командировкада. Сосын біздің әлгі сауда жөніндегі мұнайшылардың саудасы болғаннан кейін бас басқармамыз Мәскеуде болды. Министрлігіміз Мәскеуде болды. Кремльге қарсы мұнай министрі дейтін күні бүгінге дейін тұрған. Сол шаруадан командировка жиі барып тұрамыз. Мәскеуге, Ленинградқа, Украинаға, Белоруссияға, басқа жақтарға қарай жұмыстарымызға байланысты. Сосын әртүрлі жерлерде жолдастар бар кездесетін, министрлікте істейтін қазақ жігіттер болды, кореецтер болды, басқалар болды. Той томалақтарына тап боламыз. Маңғыстаудың басқа әншілерінен бұның бір айырмашылығы бұл бүткіл қазақтың әндерін, халық әншілерінің, елдің түкпір-түкпіріндегі әншілердің, сазгерлердің әндердің көбісін орындайтын. Және оның үстіне ол орыстың әндерін, Украинаның әндерін, романстарын жақсы алады. 70-ші жылдардың ортасында ма, екеуміздің бір батыс Украинаға жаңа жылға да бірге болған сәтім бар. Ол яқта да жаңа жылды халық жақсы қарсы алады екен. Үлкен жаңағы мәдениет үйінде. Содан енді өлең айтып жатыр. Сосын айттым мен Күрішке, сен Күріш, мыналарда бірден айтып жатыр ғой. Біз қазақ екенімізді көрсетейік. Соны шығып жіберіп, бір 5-6 орысша өлеңді. Бүткіл жаңағы бір мыңдаған адам орындарынан тұрып, әй, мынау қалай әй? Біз жаңағы айтып отқандарымыздың бәрі далада қалды ғой дегендей. Сонда бұл да бір өнердің бір қыры. Маңғыстаудың ән мұрасы жалпы батыс өңірінің ән мектебін классикалық деңгейде бірден бір шебер орындаушы Күріш Құбашұлы екені даусыз.
Содан болар Әбіш Кекілбайұлының «Қыраған» әні дегенде ықыласы артып, аузының суы құрып отырады. Ал қаламгер жазушы Шерхан Мұртаза әнді айтса күріш айтсын деген екен. Ақын Темірхан Медетбектің «Күріш ән» деген бір ауыз теңеуі батыс өңірінің өнерін бейтанысқа айнытпай таныстырып тұрғандай. Тыңдасаң күрішті тыңда. Қайнатаның көңілін қимай он аяқ 30 мысқал көжіңді ішіп-ау жатасың тар төсек-ау кеудең сыймай Құлаштың күріші, құлақтың күріші деген сөзді мен айтқанмын. Сосын шырқаған ақ күрішім халықтың шаттығы үшін деген осындай сөздерді айтып мақала жазғанмын мен. Ән дегенде адамның есіне сән салтанат түседі, бірақ Қырағаңның түсінігі бөлек. Дәстүрлі әннің адамның ішкі дүниесін тәрбиелеуде орны ерекше дейді ақсақал. Әмірхан қойдан келіп байпақ жайсаң. Өнер дейтіннің өзі жұқа зат қой, өнер. Өнерге жүрген адам, өнердің соңына түскен адам жауыз болмайды. Бұзақылыққа бармайды. Өнер дейтін себебі халықтікі болғанмен соның орындаушыны халық тұра бәрі сыйлайды. Төрдің орын береді. Қолыңа домбыраң, аузыңда әнің, жырың сөйтіп отырып біреуге ақыл айтпасаң қайта, біреуге сөгуге, біреуге басқа наразылық жасауға қолың тимейді қазақша айтқанда. Сондықтан да музыкамен айналысқан адамның жаны нәзік болады. Ол жауыздыққа бармайды, өнердің өмірінде жақсылық тілеп, жақсылықпен жүреді. Ән күйдің жүрген жері сол жақсылық қой, халықты қуантуға, халықты көңілдендіруге, халықтың шаршап жүрген бір шаршауын сілкіндіріп тастауға. Маңғыстау жұрты ғана емес, қазақ елі де болмысы қарапайым Қырағаңды айрықша құрмет тұтады. Ақылас болғанақта ақылас дейтін өзі бір қарызға көретін зат сияқты ғой айналайын. Өзі мына сен халықты сыйласаң, үлкенді ассалаумағалейкум деп сәлем беріп алдына өткенде күні бүгінге дейін біз сөйтеміз, бір ақсақал, 3-4 ақ сақалы бар адам болса алдынан сәлем беріп жатасың. Сосын кейінгіні айналайын деп маңдайынан сипап жылы жүзбен қарсы алу керек. Адамды кішіпейіл болу керек қой. Кішіпейілділік қой бәріне жеткізетін. Кішіпейіл болмасаң, тәкаппар болсаң, мен болсаң, қақшай білмей жүріп тұратын болсаң, оны саған да соны жасайды. Біздің сол балағымызда жаңа көріп қалатқанымыз әкеміздің бірге келген адамның атын алып келу, жаңа қолына су қою, малын зою, етін турап беру, соны аттандырып беру, сондайлардан бастап соған үйретті. Біз сонымен кеттік өміріміз адам сыйлаумен. Сол сен өзің жаңа сыйлап өткен адамның кейін өскен ұрпақтар, балдары, басқалар көшеде кетсекте біздерді ұстап сәлемдесіп жатады. Мен қарызға берген дейтін сол. Оның енді сол азаматтық болмысы, өнердегі болмысы келесі ұрпаққа үлгі боларлық, солай бола береді, оған мен сенемін. Қазақ даласында Өскінбай, Тұрсын, Әділ, Досат, Жылгелді, Тастемір және Шолтаманның әндері қалықтап тұр. Ән болғанда қандай ән? Кең тыныс, дала диапазоны. Осының бәрін бізге тірлей көрсеткен әнші Күріш Құбашылы.
Сондықтан да болар, өнердің өмірін аман алып қалған әнші Күрағаңды Маңғыстаудың 8-ші қайқысы деп те атайды. Өйткені қазір құлағының құрышын қандырып, ән шырқап жүргендер өзінің күріштің шәкіртімін деп санайды. Олар әлі күнге дейін әйгілі әншіге келіп, кеңесін тыңдап, кем-кетігін түзетіп тұрады. Демек, күріш мектеп, күріш дәстүр. Келген сайын кездесіп, сәулелермен де, Айгүл Қосановалармен бірге де. Даже кейде Айгүлдер Алматтан телефонмен сұрап, мына жерлердің сөздері, мен әндердің ұйқастықтар қалай аға деп нет тұрады. Телефонмен де сұрап алып тұрады. Консерваторияда оқитын балдар да осы. Топ-тобымен келіп, жылына каникулдың кездерінде бірінші ай ішіп жақында да осы 3-4 жігіт келіп кетті осында. Отырып жаңағы өздеріне өлең айтқызып, маған бір жер өлең айтқызып, қыздырып шалды осы. Сөйтіп кетеді. Бәрі соның бәрі бұл балдардың өздерінің келешегіне сабақ қой. 2011 жылы Маңғыстау өңірі Күріш Құбашылы Тасболатовтың 70-тің белесіне шыққан мерейлі тойын ел болып бірге атап өтті. Тұңғыш рет Күріш Тасболатов атындағы 7 қайқы әндерін орындаушылардың республикалық ән байқауы өтті. Яғни біздің бір кездегі бабаларымыздың артына қалдырған әннің көші ізсіз емес. Күріш атадан қалған аманатты, яғни қазақтың дәстүрі әрі адайдың ән мектебінің нақышын, бояуын сол күйінде жас ұрпаққа жеткізді. Әр халықтың өнері сол халықтың паспорты ғой. Паспорты мына біз шынын айтқанда сен шетелге барып көрсеткенде кімсің деген ақты. Мынау бәлен жерінде паспортын көрсетеді ғой, мынандай адамын деп. Сенің өнеріңді сол халықтың паспорты ғой. Біз үнді билер мен әндерін көздің суретін көрмей тұрып дыбысын естіген ақта телевизион радиоларын үндінің ән жағандай. Евролмас түрікпеннің мына тамақпен көмекпен салатын, қиқылдап салатын әндерімен, евролмаса домбыраға ана сымшекті саулет тартып атқан, я қырғыздың күйлері, евролмаса өзбектің ана барауын болмылары. Бәрі біз көзі көрмей тұрып құлағымызға сіңіп қалған белгілі. Сол сияқты қазақтың кәдім кең даласында шалғайған қара ән естілген ақтарда мына қазақтың екен деп таңғалады. Бұл Күріш Құбашылының жасы 50-ден асқан нағыз дер шағы. Соңғы жылдары денсаулығы сыр беріп жүр, қолына домбыра алмағанына да біраз болыпты. Сонда да ағамызға қолқа салдық. Bir anda usatып алдым ғой, құнан арғаңа, берейін оны айтуға, құмарларғаңа. Ит дауыс баяғыдай оу, аңқымайсыңа. Жас келіп қартайған соң ғой, амал бар маңа. Амал бар маңа. Амал бар мау, амал бар мау. Қаранар жұқтар танмайтау, бел кеткен соң ау, сардала құлазыйдың ғой, ел кеткен соң. Күріш Құбашылы еліне елеулі азамат, ал отбасында Асқар таудай әке. Қадір қасиеті артқан ардақтысына қарап ұрпағы бой түзеп келеді. Жолдасы Зылихамен бірге 5 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірді.